Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен бірге миксерсіз дайындалатын шоколадты бисквиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бисквитті дайындау үшін бізге алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып алу керек. Ол үшін 250 грамм ұнды себеттен өткіземіз. Шай қасықтың ұшымен тұз, 200 грамм қант және 1 упаковка ванилин немесе 2 шай қасық ванильный сахар. Бұл бисквит үшін біз соданы да разрыхительді де пайдаланамыз. Екеуін қатты толтырмай, бір чайная ложкадан қосамыз. Қорықпаңыздар, көп болады деп, өйткені құрамында ыстық қайнаған су болғандықтан оның дәмі білінбейді. Осылай арасын ашып, 3 жұмыртқа және де 110 грамм май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, осындай қамыр аламыз. Бұны бөлек қойып қоямыз. Басқа ыдысымызға 60 грамм какаоға 200 грамм қайнап тұрған ыстық су қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, алдыңғы қамырымызға қосамыз. 2 смесь жақсылап араласу қажет. Дайын болған қамырымыз ленточка болып ағу керек, қатты қою болмау қажет. Қазір көрсетемін. Мінекей осылай ағып тұру керек қамыры. Мендегі форманың диаметрі 21 сантиметр. Егер сіздерде дайын форма болса, онда оған пергаментный бумага төсейсіздер. Бұл бисквиттің түрі тауық сап көтерілген жақсы көреді. Оны алдын алу үшін жылтырақ бетін астына қаратып, бетіне фольга қойып пісіреміз. Шанышқыменен тесуді ұмытпаңыздар. Жалпы пісу уақыты 40-50 минут. Фольгаменен 25-30 минут пісіреміз. Ары қарай бисквит көтерілгеннен кейін фольгасын алып тастап, 170 градусқа қойып пісіреміз. Бірінші 25 минут духовканың есігін ашуға болмайды. Кейін ары қарай шпажканың көмегімен бисквиттің піскенін бақылап отырамыз. Әр духовкада әр түрлі уақытта піседі. Менің духовкамда 60 минутта пісті. Піскен бисквиттен шпажка құп-құрғақ болып шығу керек. Енді бисквитімізді бөлуге кірісейік. Әбден суыған бисквиттің шетін осылай пышақпенен тіліп аламыз да, дөп-дөңгелек етіп ар жағынан ортасынан жіп өткіземіз. Сол кезде бисквит әдемі түп-түзу болып кесіледі. Егер сіздерде арнайы құрал жоқ болса, осы әдісті пайдалансаңыздар болады. Мен үнемі осылай бөлемін. Разрезіңіз түп-түзу әдемі болып шығады. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Миксерсіз дайын болған жұмсақ бисквит. Жалпы бұл бисквитке кез келген крем пайдалануға болады, бірақ крем-чиз на сливках өте күшті болады, дәмі енді бір әдемі болады. Ал менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар.